Машинкамызға келдік. Біз сэндвичімізді ортасынан бастап, шетінен емес, жан-жағынан емес, именно міне төртбұрышымыз тұр. Осының ортасынан бастап, төмен қарай тігіп шығамыз. Бір жақ шетін. Мына шығып тұрған жақтарында ештеңе етпейді. Бұл өзі солай шығып тұру керек. Иншалла, сосын көрсететін боламын. Міне жолда осында кездескен енелеріңіз болатын болса, оларды алып тастайсыздар. Астыңғы шинегімізді, астар матамызды тартып отыру керек болады. Міне біздің алғашқы тігісіміз дайын. Дәл ортасынан жүргізіп өттік. Міне біздің жаңағы жүргізіп өткен алғашқы тігісіміз дәл ортасынан жүргізіп өттік. Енді біз қалай істейміз? Біз енді мына жағын емес, именно осының оң жағын бір тігеміз, сол жағын бір тігеміз, оң жағын бір тігеміз, және сол жағын бір тігеміз. Осының барлығын сызып алған сызығымыздың үстінен жүргізіп өтеміз. Астары бізде қандай болады? Міне осындай болып шығады. Мына лапканың транспортирдің ізінен қалған іздер. Ол түктен кейін кетіп қалады, иншалла. Главное, астарыңыз жиырылып, ештеңе болмаса болды. Осылай әдемі болып, түп-түзу болып түсу керек болады. Міне енді тура осы әдіспен тағы да 3 қатар тігіп шығамыз. Енді сол жағынан тура 3 қатар тігіп шығатын боламыз. Міне біз көпшігіміздің бір жақ шетін бір бағытта тігіп шықтық. Ортасынан бастадық. Оң жағын бір, сол жағын бір, оң жағын бір, сол жағын бір тігіп алдық. Міне біздің астыңғы жағымыз осылай болады. Қазір екінші жағын бастаймыз. Былай қарай бұрамыз, ортасынан бастаймыз. Тура сол сияқты оң жағынан бір, сол жағынан бір. Екі жақ шеттерінен тігіп шығамыз. Мына артылған жақтарын қазір тігіп болғаннан кейін қиып алып тастаймыз. Міне біз екі жақ шетінен сырып тігіп алдық. Уже әдемі. Астыңғы жағы бізде осындай. Қазір біз енді жан-жағындағы жалбырап тұрған астатықтардың барлығын осы көк матамыздың контурымен ашықпай қиып аламыз. Келесі кезекте бізге не қажет? Біз қазір енді көпшігіміздің окантовкасын жасаймыз. Бұл бұндай жалбыраған күйі қалмайды. Окантовка дегеніміз не? Бұл көрпешенің шет жағына осындай косая бейкамен обработка жасаймыз. Міне арт жағынан былай көрінетін болады. Жинақы. Әдемі. Бұл косая бейкамыздың ені 4,5 см, ал ұзындығы сіздің көпшігіңіздің 4-ке көбейтілген. Мысал ретінде, мынаның менде ұзындығы 40 см болатын болса, осы 40-ты мен 4-ке көбейтемін де, өзіме қажет ұзындықты алып шығамын. Бірақ мен сіздерге 5 или 10 см-ге ұзын алуға кеңес беремін, өйткені жетпей қалғаннан гөрі лучше артылып қалсын. Міне біздің көпшігіміз, біздің косая бейкамыз. Енді қалай істейміз? Бетін төмен қаратамыз көпшігіміздің. Енді осы косая бейкамызды бетін төмен қаратамыз. Міне мынау бізде бетік жағы. Соны төмен қаратамыз да. Мысал ретінде мына жақтан 10 см қалатындай етіп, мынадан бір 3-4 см қалатындай етіп, лайнан тігеміз. Тігіп бастаймыз. Мына жақ керек. Қазір екі косая бейканы бір-біріне жалғаған кезде жеңіл болу үшін. Бас жағына закрепка беріп аламыз. Ары қарай айналдырып тігеміз. Бұрышына жеткен кезде мұқият боламыз. Мен қазір бұрышына до конца жетуіне 1 см қалған кезде тоқтаймын. Қарап отырыңыздар. 1 см қалдырдық. Инені ішіне кіргіздік. Міне бізде 1 см. Лапканы көтереміз. Көпшігімізді айналдырамыз. Енді инені көпшіктен шығарамыз. Шығарғаннан кейін мына тігілген жағымыз төмен қарап тұрады. Енді мына лентамызды бұрышына келтіріп 90 градусқа бұрамыз. Бұрамызда 1 см жерден басып тігіп бастаймыз. Бұл жерге де закрепка беру маңызды. Артық болмасын, артық болатын болса, екінші жағын аударған кезде мыжылып тұратын болады. Әдемі емес.
келесі бұрышқа жасап келе жатырмыз. Тура солай 1 сантиметр қалған кезде тоқтаймыз. Міне тоқтадым, ине ішінде, лапканы көтердім, көпшігімізді айналдырдым. Енді инені шығарамыз көпшіктен. Тігілген жағы төмен қарап тұрады. Лентамызды 90 градусқа бұрып аламыз. Бүктеп, жаңа бұрышқа дайындаймыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз бас жағына. Бір сантиметр қалған кезде тоқтаймыз. Бұл бізде 3-ші бұрышымыз. Тоқтадық. Ине көпшіктің ішінде, лапканы көтердік, айналдырдық. Инемізді шығарамыз. Лентамыз міне төмен қарап тұрады. 90 градусқа бұрдық. Лапкамызды қайтадан түсіреміз. Закрепка береміз. Бұрышқа дейін аламыз. Міне, мына жерді қазір қалай жалғау керек екендігін мен сіздерге көрсететін боламын. Қазір 1 сантиметр қалған жерден закрепка беріп, шығып кетемін. Міне мен мына жерге соңғы бұрышымызға закрепка бердім де шықтым. Бізде осыны бір-біріне жалғап алуға қажет болады қазір. Қалай істейміз? Бағанағыдай закрепка беріп, инемен тоқтап, мына жерімізді төмен қаратып, 90 градусқа бүктеп аламыз. Осы жерді инемен бекітеміз. Инемен бекіткеннен кейін, міне бізде осындай қашықтық қалады. Осыны қазір біз 1 сантиметрге тігіп аламыз. Бір-біріне жалғап. Мінекей. Ровно қылдырып жалғауға тырысыңыздар. Осы жерде бір-біріне жалғап аламын. Міне, ровно шықты. Қазір мына жерді тігіп шығамыз. Міне біздің бір жақ шетіміз полностью дайын. Енді бет жағын тігумен айналысамыз. Тігілген жерлердің барлығын аударамыз. Көрдіңіздер ме? Мына бұрыштарымыздың барлығы аккуратно, әдемі болып көрінетін болады, иншалла. Мінекей. Бет жағын әдемілеп жүргізу үшін, міне мен бұрыштан бастап жатқан жоқпын, 10 сантиметр төменірек бастап жатырмын. Бұрыштарын әдемірек етіп істеу үшін міне касая бейкамызды 1 рет бүктедім. Және тағы да 1 рет бүктеп, мынау астыңғы тігісіміз, касая бейканың астыңғы тігістен 2 мм-де артық болатындай жүріп өтеміз. Обязательно закрепка беруді ұмытпаймыз. Тігістеріміз шашылып кетеді. Ары қарай уже касая бейкаларыңыз өзі икеміне келіп жататын болады. Егер сразу тігу қиын болады десеңіздер, онда көктеп алсаңыздар болады. Бұл велюр матасы бірнеше қабатталғаннан кейін машинканың жүрісі қиындайды, так что бір қолдарыңызбен көмектесіп отырсаңыздар болады. Тігістеріңізді максимально түзу қылдырып жасауға тырысыңыздар. Егер даже түзу емес болып жатса да, велюр оны көрсетпейді. Міне біз бұрышына жақындап қалдық. Қазір қалай тігу керек екенін көрсетемін бұрышты. До конца міне бұрышына дейін бүктеп аламыз. Соңына дейін тіге береміз. Тіктікте соңына дейін артқа қарай жүреміз. Артқа қарай жүргеннен кейін мына жақ шетімізді бүктейміз. Міне бір бүктелді және екі бүктелді. Лапкамызды көтеріп, ыңғайластырып, осындай бұрыш жасап аламыз. Қазір жақындатып тағы да жүретін боламын. Бүктегеннен кейін көпшігімізді бұрамыз. Мына жақ шеттер көрдіңіз бе? Өзі уже бүктеліп бастайды шетінен. Лапкамызды төмен түсірдік. Осы жерге бірнеше рет закрепка берген дұрыс. Көрпелеріңіздің, көпшіктеріңіздің шеттері ашылып кетпеу үшін. Келесі бұрышымызға жақындап келе жатырмыз. До конца бүктейміз, соңына дейін бір тігіп аламыз. Соңына дейін тігеміз.
артқа қарай қайтамыз. Артқа қайтқаннан кейін бұрышымызды бүктейміз. Бүктеп болса, бүктелген күйі тігіс жүргіземіз. Именно осы жерде машинка қиналады, өйткені бірнеше слой фигур қиын. Инемізді ішіне кіргіземіз. Көпшігімізді борамыз. Көпшігімізді борып алдық. Енді бас жағына бірнеше рет закрепка береміз да, жаңа қатарымызды тігеміз. Жаңа бұрышқа жағынып келе жатырмыз, тура солай міне до конца бүгіп алдық. Соңына дейін тігеміз. Артқа жүреміз. Артқа жүргеннен кейін осы бұрышымызды бүктейміз. Міне бүктелген бұрыш, осының үстінен жүріп өтеміз енді. Инемізді ішке кіргіземіз. Көпшігімізді борамыз. Енді осы жерден бірнеше рет закрепка жүргіземіз да, жаңа шетімізді тігіп шығамыз. Өткізе алмай жатсам, менде осындай помощник бар. Шетінен ұстап, ақырын итеріп жіберсең жүреді. Соңғы бұрышқа жақындап келе жатырмыз. Осымен біздің көпшігіміз дайын. Артық жіптерімізді сразу алып тастаймыз. Ол жерде то же самое. Соңына дейін бір тігеміз. Артқа қарай қайтамыз. Соңғы бұрышымызды бүктеп аламыз. Осының үстімен жүреміз. Инеміз іште қалды. Көпшігімізді борамыз. Мына жерге бірнеше рет закрепка жүргізіп алып, тағы бір тігіп шығамыз. Жоқ. Жоқ. Міне біздің көпшігіміз дайын болды. Бұрыштарымыз осындай әдемі, аккуратный болып шықты. Даже стыковкасының өзі де байқалмайды. Енді осыны марлямен жақсылап бір үтіктеп жібереміз. Сонымен біздің товарный видіміз дайын болады.